6 ай қысымыз бар, алайда әлі күнге дейін Олимпиададан жаратып медаль ала алмаймыз. Бұл елімізде қысқы спорт түрлеріне дұрыс көңіл бөлінбей келе жатқанын білдіреді. Бүгін орталық коммуникациялар қызметіне келген Мәдениет және спорт министрлігі комитетінің төрағасы Елсияр Қанағатов отандық мамандар жұмысына осындай баға берді. Сондықтан бапкерлер мен спортшылардың дайындығын жіті қадағалауға алу керек. Осы мақсатта тіпті шетелден білікті мамандар тартып, жүлдеге іліккендер сыйақысын көбейту көзделіп отыр. Аймақтардағы олимпиадалық мектептерге қойылатын талапта күшейтілетінін айтылды. Ал Сочиде өнер көрсеткен жерлестеріміз қанағаттандырарлық деген баға алды. Енді олар негізгі үмітті 2017 жылы Алматыда өтетін универсиада мен 2018 жылы Кореяда өтетін олимпиадада ақтау керек. Қазір дайындық жұмыстары басталып та кетті. Спортшылар намысқа тырысып, қалайда жүлделі орыннан табылатындарына сенімді. Шорт-трек спорты, мысалға біз осы Сочи олимпиадасында 5-ші орын алдық. Біздің келесі мақсатымыз енді Алматыда өтетін универсиадада жақсы результат көрсету. Мен сізге айта алмаймын, 1-ші орын аламыз, 2-ші орын аламыз деп, бірақ біз медальға тырысамыз, ілігеміз.